Отырып қалған қыздың бәрі жаман адам емес, олардың көбісі білім іздеп, кәсіп қуып, сол жолда өзін қолдайтын жақсы жігіт кезіктіре алмай қалған. Қыз атаулының бәрі әлсіз, нәзік. Олар тек ана болғанда ғана ұлы күшке, шексіз құдіретке ие болады. Болса да ұлын сүйікті, қапелімде қызы кеткен күйікті. Қызың қылықты, ұлын ұятты болсын. Анан жақсы, қызың жақсы, әйеліне не болған? Қыз атын қызыққандар шығарады. Қызбен танысқан кезде алдымен оның қолына назар аударамын. Түнде жүрген жігіт мықты болар, түнде жүрген қыз жүкті болар. Қыздың жақсы жігітке шығуы, жігіттің жақсы жар таңдап алуы жеңіспен пара-пар. Алдымен жеңіске жету қымбат, ал жеткен жеңісті баянды ету одан да. Қазақ 7 атаға дейін қыз алмаған, қаны таза, мойының мүмкіншілігі жақсы. Оқылмаған кітап мұңлы, байға тимеген қыз мұңлы. Көшеде бірге көрінгіңіз келмейтін қызбен ешқашан ұйықтамаңыз. Қазақ айтады, қызың жақсы болса бір бақыт, ұлың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Қыз ақылды болады, болғысы келсе, шыдамды болады, қолынан келсе, сұлу болады, уақыт берсе, батыр болады, сынға түссе, адал жар болады, жары сүйсе. Қыздың қандай екені анасына емес, санасына байланысты. Қыз бен жігіттің бір-біріне бауыр басып қалуы өмірге деген көзқарастарының бірдей болуынан басталады. Олардың ойлары әрқашан бір жерден шығады. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан өнеге алмаған ұл жаман. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе. Ұл жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Ұл ақылды хош көрмес, ата үлгісін көрмесе. Қыз жарытып ас бермес, ана үлгісін көрмесе.